Көріпкел дүние жастарының бетке шығар қаймағы жиналған келелі жиында жас қазақ жігіті тек жай қатысушы не болмаса көптің бірі емес, алтынның тұяғы асылдың жұрнағы екенін көрсете білді. Бұл тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығының білікті ғылыми қызметкері Қуатбек Айымбетұлы Мәмбетовті әзірлеген соңғы бейнебаяндарының бірі. Өкінішке орай, енді әріптесіміздің осындай құлаққа жағымды қоңыр даусымен көпшілік алдында сөз бастауын тек мұрағат беттерінен ғана көретімізге сене алар емеспіз. 2021 жылдың 1 тамызы күні тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығының ғылыми қызметкері Мәмбетов Қуатбек Айымбетұлы өмірден озды. Бұл жайсыз хабар орталық ұжымын есеңгіретіп кеткендей болды. Кеше ғана ортамызда жүрген аяулы жандың мәңгілік қайтпас сапарға аттанғаны баршамызға ауыр тиді. Қамшының сабындай қысқа өмірдің бір күні шартсынары өмірді заңы да, мұндайда қазақ ажал айтып келмейді, тумақ бар жерде өлмек бар деп жұбатады өзін. Қуатбек Айымбетұлы тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығын негізін қалаған жанның бірі. Ол 2012 жылдан бері ғылыми қызметкер болып қызмет атқарып келді. 2 жоғары білім бар маман орталықта қызмет барысында өте сауатты, жауапкершілікті, өз ісінің білікті маманы ретінде өзін көрсете білді. Қызметке келген алғашқы жылдардан бастап елбасының жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауларын түсіндіру және насихаттау бойынша Назарбаев оқуларын өткізіп келді. Қуатбек Айымбетұлының елбасының тарихи бастамалары мен идеяларын жүзеге асыру бойынша өткізген қоғамдық, саяси және мәдени бұқаралық іс-шаралары өте мазмұнды да қызықты болатын. Ол орталықтың ғана емес, Теміртау қаласының қоғамдық өміріне белсене қатысқан өте белсенді жан болды. 2021 жылы 10 қаңтарда өткен Қазақстан Республикасы Мәжілісінің сайлауында тәуелсіз бақылаушы болып қатысты. Тіл жанашыры, өзінің ойын ашық айта білетін азамат әріптестерінің арасында ғана емес, теміртаулықтар арасында да зор құрмет пен абыройға ие болды. Кісілік қарым-қатынасымен де, әділдігімен де, білімділігімен де жастарға үлгі бола білген аяулы жанның артында өнегелі ұрпағы өшпестей із қалды. Әттең-ай, соңынан ерген 6 перзенті мен немерелерінің ортасында көп жылғы бейнетінің зейнетін көрсем деген шағында сұмажал құрығына іліктіріп, күрмеуге келмес келте өмірдің сабағы ойламаған жерден үзілді де кетті-ау. Өлшеулі өмір таусылса не шара? Бақыл бол аяулаға, жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа, жаныңыз жәннаттан болсын. Сіздің жарқын бейнеңіз, өзіңіз мағыналы ғұмырыңыздың мәнді 9 жылын өткізген орталықтағы әріптестеріңіздің жүрегінде мәңгі сақталады.